Парламенттік сайлауды бәрі айтты ғой, қызыл тіл аттың басын жіберіп ал. Нұр Отанда беріпті тізімдерін, ел сенген партия ғой, жігері бар. Сол тізімнің ішінде қарап тұрсам, әнші, биші, спортсмен түгелі бар. Илья Ильин, Винокуров сияқтанған елдің небір танымал іреңі бар. Әй, бірақ сол тізімге енбей қалған қазақтағы тектұлдың біреуі бар. Ол кім десең, Бекболат ағамыз ғой, патшаға обалы жоқ тілегі бар. Елім деп соғып тұрған жүрегі бар. Ағайын Илья кім, Бекболат кім? Осыны ойлар елдің тірегі бар. Бірақ ағам сайлауға өтпей қалса, солақай саясаттың ілебі бар. Алайда ағам оған налый қоймас, алысқанмен алысар білегі бар. Ей, қорғайтын Құдай деген жаратушы, қолдайтын қазақ дейтін ұл елі бар. Ей, бәрің маған деп отсың, балам, сол балаңнан от көрші алаулаған. Мен кейде Бекболатты аяп кетем, басына бармақтай бақ қона алмаған. Ән жазып ет ұрлықшы деп жала жауып, композитор атағын ала алмаған. Атадың дамысын деп тер төгіп ет, уахабист деп оны да көре алмаған. Ана тіл деп шырылдап ет, келесі күн үкімет ұлтшылсың деп хабарлаған. Ей, сонда кімдер депутат болу керек? Ағайын, осы жайды алаңдағам. Ана тілін білмейтін арсыздар ма, ел рухы үшін жанын сала алмаған. Ей, мен бәрінен қазақты аяп кетем, құлагері көсіліп шаба алмаған. Елдің рухын ойлайтын бір ұлына парламенттен бір орын таба алмаған.